Саламатсыздар ма? Бүгін біз Қазпочта арқылы, яғни үйде отырып Қазпочта арқылы әлеуметтік төлемдерді ИП үшін, яғни міндетті әлеуметтік төлемдерін қалай төлеу керек екенін үйренетін боламыз. Ол үшін Play Market'те немесе App Store'дан post.kz от Қазпост деген приложениені басып аламыз. Бұл Қазпочтаның ресми мобильный приложениесі. Осыны басып аламыз дағыны. Тіркеліп, кәдімгідей барлық тіркеу жұмыстарын регистрацияны өтеміз. Содан кейін бізде неқта астында қарасаңыздар услугилар жазылып тұр. Осы жерден платежи деген бөлімді таңдап аламыз. Одан кейін осы жерде взносы и отчисления деген бөлім бар. Соны таңдаймыз. Егер бізге социальное отчисление төлеу керек болса, онда соцотчисление дегенді басамыз. Ең плательщикқа, яғни төлем жіберуші кісінің енін жазамыз. Негізі вообще тіркелгеннен кейін барлық данныйларыңыз шығып тұрады. Главное тіркеліп и регионыңыз таңдасаңыз, уже сіздің данныйларыңыз шығып тұрады ен арқылы. Осы жерден назначение платежа социальных отчислений деп тұр, и вкладчик, салымшы. Яғни кімнің атынан салып жатырсыз? Өзіңіз болса, өзіңіздің даналарыңыз толтырасыз. Жұмысшыңыз болса, жұмысшының деген сияқты. Одан кейін аты жөні, туылған күні және қай периодқа салып жатсыз маңыздысы сол. Бұл жерде ең тиімдісі бұл өткен периодтарға, яғни өткен айларға да салмаған болсаңыз, то есть салып қойған болсаңыз, оны толықтыра аласыз осы приложение арқылы. Бір тиімділігі сол. Одан кейін барып, мысалы, март, апрель, май болатын болса, өткен айлар ғой. То есть 2021 деген сияқты. Март айы деген деп төлем жасай беруге болады. Егер де төлемді толықтырғыңыз келсе, осы приложение ыңғайлы екен. Одан кейін барып, екінші тиімділігі бұл үйде отырып, кәдімгідей Қазпочтаның услугасын пайдаланғанмен бірдей. Қазпочтада әдетте социальный платеждарға 300-400 теңге алады комиссия үшін, ал мұнда 200 теңге алады. Сол жағада кішкене тиімдірек. Так, сумма платежа, мысалы 5000 теңге болатын болса, токовая сумма платежа теңге деп шығып тұрады. Одан кейін использовать другую карту дейді. Сіз Каспий Голд или басқа банктегі счетыңызды пайдалана аласыз. Бұл жерде заказать карту деген ол Қазпочтаның картасын, яғни карточкасын аштыруға запрос жасай аласыз осы жерден. Так. Мына жерде используя другую карту. Заполните форму на оплате комиссии при оплате с карты почты. Оплатить деген бөлімді басамыз. То есть, мына жақты толтырғанда уже сізге автоматически мына бөлім активный болады. Так, используй другую карту деген бөлім сізде уже менде не активный болып тұр, мына жерді толтырмағандықтан, иен, фамилия, имя, дата рождения толтырмағандықтан, мына жер менде не активный болып тұр. Осылардың барлығын толтырып шыққанда, мысалы, қазір толтыра салайық. 9 міне шықты өзі. Енді я ознакомлена с условием. Бір минут, я вам. Так, использую другую карту. Оплатить.
платой.